Жер ананың сұлу қыздары. Ертеде жер ана дүниеге екі сәби әкеледі. Екеуі туылғанда жер ана біреуіне ай, екіншісіне күн деген есімдерді береді. Жер күн мен айды мәпелеп, алтын бесікте бірдей тербетіп өсіреді. Осылайша екі ары өсе береді. Сұлулар өскен сайын бір-біріне сүйіспеншілік емес, жек көрініш пайда бола бастайды. Күнде, айда әркез айнаға қарап, әдеміліктерін тамашалаумен болатын. Иә, дәл солай. Олардың жек көрінішін пайда болғызған міне сол сұлулықтарында еді. Екеуінде де әрқашан кім сұлу деген сауал туындайтын. Ай ару күннің жарқылын жек көретін, онымен бүкіл әлем жарқырап, тіпті ай да жарқылдайтын. Екеуі тіл табыса алмайтынын түсінген ай анасы жерге барып: «Анашым, мен күнмен бірге тұра алмаймын, екеумізді екі жаққа бөліп тастауыңызды өтінемін» дегенде, жер ана қатты ашуланады, айға рұқсатын бермейді. Сонымен қатар, екеуіне жер ана іштей қайғырып, жас қыздарының болашағына алаңдайды. Ең қорқыныштысы, сұлу қыздарының бір-бірінен ажырап кету еді. Ай күнге барып: «Екеуміз екі бөлек жандармыз, мұны анамыз жерге түсіндіру керек. Екеуміз ешқашан тіл табыса алмаймыз» дегенде, күн де қалыспай: «Демек мен саған қарағанда сұлу екенімді мойындап, менен бөлініп кетпексің ғой, иә?» дейді. Бойын ашу-ыза кернеген ай күнге барып ерегеседі. Ерегесіп жатқанда, ашуланған күн айдың әдемі бетін тырнап тастайды. Ай арудың беті қатты теңбілденіп қалады. Оны көрген ай қатты қайғыға батып, көз жасы көл болады. Сұлулығынан айрылған ай жер ананың рұқсатынсыз алысқа кетіп қалады. Күн айдан кешірім сұрау үшін оны қанша іздесе де таппайды. Ал ай болса, түрінен ұялып, күннен қашып жүреді. Апалы-сіңлі қанша тырысса да бірге бола алмайды. Енді мүлдем кеш еді. Сол сәттен бастап, екеуі бірін-бірі ешқашан көрмепті. Күн ұйқыға кеткенде ай шығып, ай ұйқыға кеткенде күн шығыпты. Бізде туған бауырларымызға қамқор болмасақ, кейін арамыз бөлініп кетуі мүмкін.